Қайырлы күн, есімім Гүлдана Жанәліқызы. Бүгінгі айтатыным анемиялар туралы. Анемия неше түрі болады, оның тек қана темір жетіспеушілікті анемия емес, себебі көбі темір препараттарын қолданады, бірақ гемоглобин көтерілмейді деп шағымданып жатады. Оның да себептері бар, себебі анемияның түр-түрі көп. Яғни ол темір жетіспеушілікті анемия, фолиевая дефицитная анемия, витамин В12 анемия деген сияқты созылмалы ауруларға байланысты, инфекцияға байланысты, басқа да бір органдардағы жаңағы бүйрек жетіспеушілігіне байланысты, асқазанда болмаса басқа органдардағы түрлі онкологиялық процестерде пайда болатын жаңағы анемиялардың түрлері болады. Сол туралы толығырақ айта кетемін. Ең біріншіден, анемия дегеніміз ол қанның құрамындағы гемоглобиннің түсіп кетуін айтамыз. Енді сол қанның құрамындағы гемоглобин түсіп кеткенде адамдарда әлсіздік, шаршағыштық, жүректің қағуы, жаңағы шаштың түсуі, энергия жетпеу, әрқашанда шаршап, жаңағы созылмалы шаршағыштық дейміз, ол сондай шағымдармен жүреді. Егер де үлкен кісілерде, мысалға 50-ден асқан кісілерде анемия пайда болатын болса, онда ол адамдарды барлық органдары бойынша тексеруге кеңес берер едім. Себебі егер әйел адам 50 жасқа дейін уже анемия болатын болса, яғни менструальный цикл жоқ, біз қай жерден қан кетіп жатыр, или асқазан ішек жолы дұрыс сіңбей жатыр ма деп асқазан ішек жолын тексеруіміз керек, гинекологиялық жақты тексеруіміз керек, барлық жаңағы орган бойынша тексеру жүргізуіміз керек. Бұл гемоглобиннің не үшін түсіп тұрған себебін анықтауымыз керек. Себебі гемоглобин төмен екенде бірден темір препараттарын қабылдаудың қажеті жоқ. Және де осы анемия кезінде оның айттым, түрлі анемиялар болады. Сол үшін ең біріншіден өзіңіздің дәрігеріңізге барып, мысалы гемоглобиніңіз төмен екенін көрдіңіз ба? Ферритинге, витамин В12 және де В6-ке анализ тапсырасыздар. Бұл арқылы сіз жаңа толық қандай анемия түрін анықтауға болады, және де тағы да зерттеу қосымша жүргізу арқылы анемияны толық емдеуімізге болады. Егер де сізде анемия болатын болса, гемоглобиніңіз көтерілмейтін болса, әрқашанда шаршап, әлсіздік болатын болса, Алматы қаласында Манаса 59-да Емермет клиникасында қабылдаймын. Сол кезде толық анемия курсын жүргізіп, сізге толыққанды ем жазып беремін. Ауырмаңыздар, сау болыңыздар.